Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ана тілі 1-ші сынып, 68-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Сабаққа дайын болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. 1-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қақпашы. Мәтінді оқымас бұрын суретке назар аудар, яғни футбол ойнап жатқан балаларды көреміз. Олай болса, мәтіннің толық нұсқасына назар аударайық. Ауыл сыртындағы алаңда балалар күнде футбол ойнайды. Ойын басталарда қақпашы сайланады. Алайда балалардың көбі қақпашы болғысы келмейді. Бір күні футболдан жарыс өтеді деген хабар келді. Оған жақсы ойыншылар таңдай бастады. Жарысқа тек ерікті ғана қабылдады. Ерік сол жарыста ең үздік қақпашы атанды. Балалар әлі де футбол ойнап жүр. Енді балалардың қай-қайсы да қақпашы болуға құштар. Сәбит Дүйсенбиевтің жазған мәтінінен үзінді. Балалар мәтін түсінікті болса, осы мәтінге сәйкес келетін сұрақтарға жауап берейік. Балалар неге қақпашы болғысы келмеді? Себебі қақпашы болып бір орында тұру қызықсыз деп ойлады. Сол себепті балалардың барлығы қақпашы болудан бас тартатын. Футбол жарысына кімді таңдады? Футбол жарысына жақсы ойыншылар таңдай бастады. Оның ішінде ең жақсы деп Ерік танылды. Жарыста кім үздік қақпашы атанды? Жарыста Ерік үздік қақпашы атанды. Яғни, үнемі футбол ойнаған кезде Ерік қақпашы қызметінде болатын. Сол себепті де ол өте білікті қақпашы болып, осы жарыста үздік болды. Екінші жаттығу: орын ауыстырып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Адамның атын тауып астын сыз дейді. Доп ойнады балалар деген сөздер берілген, қақпашы болды Мұрат деген сөздер берілген. Бұл тапсырманы біз жұмыс дәптерінің 15-ші бетінде орындаймыз. Ең алдымен жұмыс дәптеріндегі 1-ші тапсырма көркем жаз, футбол, волейбол сөзін толық жазып аламыз. Одан кейін барып құрастырған сөйлемімізді 2-ші жаттығу деген жерге астына жазамыз. Яғни 1-ші бізде балалар доп ойнады, 2-ші Мұрат қақпашы болды деген 2 сөйлем шығады. Бұл жерде адамның атын тауып астын сызайық. Ал балалар доп ойнады дегенде адамның аты жоқ. Балалар деген кімдер деген сұраққа жауап беріп заттың атын білдіреді, бірақ бұл жерде балаларды жалпыламай тұр. Мұрат қақпашы болды дегенде кім Мұрат? Бұл жерде адамның аты Мұрат. Және де адамның аты, жер су аттары, кез келген атаулар, бір нәрсенің атауы бас әріппен жазылатынын ұмытпайық балалар. 3-ші жаттығу: әр доптың сипатын білдіретін сөздерді тап дейді. Яғни қандай деген сұраққа жауап беретін мына доптарды сипаттаймыз. Бірнеше доптар берілген екен. Мысалы, 1-ші допқа қарайық. Бұл доп қандай? Бұл доп қара ала доп екен. 2-ші қызғылт сары доп. Қандай доп? Ең үлкен доп. Қандай доп? Көк сары доп деп бұл доптардың сипатын білдірдік. Жұмыс дәптерінің 15-ші бетіндегі соңғы тапсырманы орындайық. Әр сөздің алдына әріп қосып, жаңа сөз жаса, бас әріптен басталатын сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. 1-ші бізде Алматы, оқушы, өзен, серік, ертіс деген сөздерді алдық. Бұл жерде бас әріппен жазылып тұрған Алматы қаланың аты, серік адамның аты, ертіс деген өзеннің аты. Яғни өзен, су, жер, су аттары, адамның аттары, қаланың аттары, бұлардың барлығы бас әріппен жазылатынын ұмытпа. Енді бас әріппен жазылатын 1-2 сөзге сөйлем құрайық. Мысалы, 1-ші сөйлем Алматы әсем қала. 2-ші сөйлем серік менің досым дегенде екеуі де бас әріппен жазылатынын есіңде сақта. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол.